Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай томпақ әрі дәмді болып пісетін пончик дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз, жылы су қосамыз, қант және де ашытқы қосып, барлығын араластырамыз да 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Біздің ашытқымыз көтеріледі, одан кейін бір жұмыртқа және де ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Тұз қосуды ұмытпаймыз, және де електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды жаюға дайындаймыз. Бір жарым сантиметр қалыңдықта етіп жаямыз. Одан кейін кез келген дөңгелек пішінді ыдыспен осылай дөңгелек пішін шығарамыз. Ортасын тесуге мен кондитерлік насадканы қолдандым. Міне осылай барлық қамырды кесіп шығамыз. Енді осы қамырларымыздың бетін жабамыз да 20 минутқа қалдырамыз. Демалған қамырларымыз тағы да көтерілді. Енді оларды осылай көп мөлшердегі майда орташа отта екі жағын қызартып қуырып аламыз. Піскен пончиктерді артық майынан арылту үшін қағаз салфетканың бетіне түсіріп аламыз. Ең қызықты сәтке келіп жеттік, яғни пончиктерді әсемдейміз. Бұл жерде әркім өзінің қалау бойынша әсемдесе болады. Мен осылай бетіне шоколад жағып, үстінен посыпкалар септім. Және де осылай жаңғақтарды үгітіп бетіне себуге болады. Міне достар, осымен біздің жұмсақ, әдемі, дәмді әрі томпақ болып пісетін пончиктеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.